Баршаңызға сәлем. Арнада тәттігүл. Пайдалы жазбама үліпілдеріңізді аямай қойып отырсаңыздар, мен де ақпараттармен аямай бөлісетін боламын. Каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып, достарыңызбен поделиться басып бөлісіңіздер. Бүгін сіздерге 27 және 108 деген сан туралы айтқым келіп отыр. Симарон деген сиқырлы техникалардың атасы бар. Ол жайлы парақшамда толық жазылған. Сонда 27 мен 108 деген сан көп кездеседі. 27 саны ежелгі веда ілімі бойынша әр адамның жасы 108 жасқа дейін есептелінген екен. Сол 108 санын 4 кезеңге бөлсе 27-ден келеді. Нумерологияның атасы Пифагор әлем жанының саны негізі 27 сан деп айтқан екен. Кәмпит алсаңыз 27 штук алыңыз. Ол сиқырлы кәмпитке айналады. 27 минут тілін уақытта көрсеңіз сағатта тілек тілеп қалыңыз. Егер сізде проблема көбейіп кетсе, өтірік телефонмен 27 теру арқылы сөйлесіп проблемаңызды айтсаңыз болады. Симаронның әзіл екенін ұмытпаңыздар. Ойнап, күліп жүріп, барлық проблемалардан тез құтылуға тілектеспін. Әр айдың 27-сі күні аспанға шар ұшыруға болады. Ол шарға тек қана бір арман жазуы керек. Ал сіздер 27 мен 108 санына қатысты не білесіздер? Бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.